жерінде іш бітемін енді ол. Әлі консульдегі дегендей, әлі болтуары, әлі сорықларды бұға шешіп алды сібіреге керек. Сіңлем, Уәлия дейм, шығал әші. Сіңлем дейм. Алло, іштесің ма? Да, все нормально, тип-топчик. Сам сіңлем, ауылға қойтқаш бұт көтеріп жататырған заман міне. Алло. Қимайлы мені. İştesin mi? Ellerini gelip koyacaksın, şundan da yerden ikisi. Tuğraylı bilsin ha, bir 10 minuttan şu oturatırım. Elinin dünyası şimdilik para. Eli biz yürüretliyiz, eli ikinci yürüretliyiz. Korayını simini, ellerini gelip koyacaksın bittiğine. Sen öyle ülkeyi. Şuşu nigizi soklap kalırlar bittiğinde, nişikte elinin nigizi değil, soklarlar şuşu nigizini. Sun opa, bu kitap tur değil mi sana? Көрмейсің міне менің бик важный разговор. Үзілген қоласы yok değil. Eli ite, Veliye koçluğu bit oldu, eli yurt dışına yoldur etmekten değil. Tukta, ben item sığılın teşkil kollarga diyiş, olun töpşük değil mi? Sina kolası yok bit sığılın. Мен аны сәуге бұл алама. Әне өлгеш екінші күнні ұқсатам мені. Әлі, сіз мені әтилер кебек силысқа сосып, чушы шибінлі ауылда қолыр деп ойлайсыз ма? Бәрәңгі бұқшасы, шөп басқан ала, бұта басқан. Yaşayı bir tane. Yok. Benim planlarım gel екінші. Sırf planlı kişi yok şimdi, planı bulğa şöyle ol bütünleyip barıp çıkan diyen söz tügül. Karayın seni. Sen oğulğa koytkaştın bula şeşlerini, boşlarına tuzdırıp, tırnaklarını buyap, boş buna yotatıp yürmeli. Elinin hayır fatihasını alıp kalırga gerek bir. Ondan sonra sığılım. Eni urunda olsa da borusunda oğlap yota bitul, oğlap yota. И, опа, бар. Оне, Ирине приказывай, жизненно үйрет. Bu divana babasına azık alırmış Düşümde uyasıma duruşunda Alma başına baktağına düşüğüne Düşümde düşümde uyasıma duruşunda Alma başına baktağına Бәхет дигәннәре бик ерак яшеренгән шул. Ерак булмаса мин күрер идем әле шушы гомер эчендә бер мәктәп булса да, күргән бәхетләрем. Китті бұғай. Алло, котик. Привет. Барсы да тип-топ. Окей. Барып шыға. Әне, юртны миңа yozdырырға болған екен. Боршылма. Сен мен ашамайсың мұны. Опан олдар бұзалі. Опа бит ол бір қотлы. Боршылма, котик, все будет хорошо. Ладно, чао, пока. Эх, теки фатерлы тямина буире. Сколько можно по съемным квартирам не мотаться? Ой, ярата буир мені, ой, ярата! Сіз білек деген спектакльдер кішкенегіне үзік қарап өттіңіз. Бүгінгі заманда шундай актуал темалар бар. Шуларның бірісі ветеранларға берілген оқшалар, үйлер турында енді бұл біз мұның үзігін рәсізге көрсетіп алдық. Бұл үзікні, бұл спектакльні кім жаздым екен деп қазір қызықсынып отырасыздар әйме. Қошақтарыз интернетні сүгәбіз міне. Неге нәрсеге келіп күні кіші қосынып отыра деп. Міне интернет онда файдасы бар екен. Міне шушы есеріні, yazушы ханымны, бик көп матур шигырьләр иҗатчысы ханымны мен әлбәттә интернеттан эзләп таптым. Ул беләсезме кем? Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең шәрәфле әгъзасы. Татарстан Республикасы Журналистлар берлеге әгъзасы. Тукай районының күренекле шәхесләре һәм Әлфия Абзалова турында истәлекле китапларының редакторы һәм Тукай районы гимнының авторы шагыйрә Биклән авылыннан Рәзинә Сәйетгәрәева. Әйдәгез Рәзинә ханым. Сезне сәхнәбездән төне чакырабыз.
Рәхим итегез, ул бүген бикләннән китте. Аның бик күп кенә инде битләрен карасагыз, контакт битләреннән бик күп кенә шигырьләре бар. Һәм менә шушы балаларга 14-16 яшьлек балаларга әсәрләр кирәк иде. Менә шушы спектакльләр кирәк булу, шушы ханым белән таныштырды. Һәм аның белән танышуыбызга бик шат. Аның инде шигырьләрне язылган җырларны Лилия Муллагалиева, Зөһрә Шәрифуллина, Әлфинә Әсхамова да җырлый икән, ансын бүген менә белдек. Рәзинә ханым, әйдәгез, сүзне сезгә биреп китик әле. Бик зур рәхмәт. Бүген шул хәтле күңелем сөенә. Шулай якын итеп, мөхтәрәм кешеләр янына мине дә чакырганнар өчен Мөслимә ханыма бик зур рәхмәт. Хөрмәтле Тавасты байлары, авылы халкы, хөрмәтле Минзәләлеләр, хөрмәтле кунаклар, сезне барыгызны да бүгенге шигырь бәйрәме белән тәбрик итәм. Бүгенге очрашу, матур очрашу мәңге күңелләребездә уелып калсын. Үзем язган менә бу сәхнә әсәрен үземә дә әле бер кеше дә аны сәхнәләштермәде. Үзебезнең авылдашлар сорап яздырган иде. Бик тә актуаль тема, күпме туганнар талашып бетте бит инде шул фатир бирү буенча дип. Язмыйсың шундай пьеса сәхнә әсәре дигәч, юк дип әйтә алмыйм инде мен. Икенче көнгә шушыны язган идем. Әмма әле бүгенге көнгә кадәр аны сәхнәгә куя алмадылар. Рәхмәт менә. Сез шулай итеп сәхнәләштергәнегез ничә көн эчендә рәхмәт. Мин үзем Тукай районы Биклән авылы кызы. Бүгенге көнгә кадәр туган авылымнан бер кайда китмичә, туган авылымда яшәвем белән бик тә бәхетлемен. Туган авылыма багышлап Бикләнем дигән менә Тавасты байлары җыры нинди матур җыр. Һәрбер авылның җыры бар бит инде, бөтен кеше үзе авылдашлары горурлана торган. Минем дә Бикләнем дигән җырым бар. Гүзәл Бикләнем дигән ике җырым бар. Аның берсенә 5 тапкыр җырчы килеп, Сәрия Набиуллина җырлады инде аны. Сабан туйларын төшереп, клип ясатып, менә шулай итеп мәңгеләштерде бу җырны. Шулай ук 4 гимн авторы, Тукай районы гимн авторы, көйле сүзләре дә минеке һәм Венера яраткан җырчыбыз, Татарстанның һәм Россиянең халык артисткасы Венера Ганиеваның Йолдызлар фабрикасы гимнының сүзләренең авторы мин. Көй авторы аның Резидә Ахиярова. Күптән түгел генә Мәдәният һәм сәнгать институтының 50 еллыгы булып үтте шушы көннәрдә генә. Шул гимн иң озакта бәйрәмнең иң озагында фейерверклар белән шул гимн яңгырады. Шагыйрьгә нәрсә кирәк инде? Шуннан да зур бәхет. Менә шулай итеп халкы белән очрашу, үзенең хисләрен түккән шигырьләрен халыкка җиткерүдән дә зур бәхет юк. Минем иң беренче 2007 елда Моң шишмәсе дигән китабым чыкты. Менә шушы бәләкәй генә шигырь китабы. Бик тә сөендем мин аңа. Аны авылдашларыма 500 дәнә чыгарып, авылдашларыма бүләк иттем хәйрия елында. Шагыйрь булып китүемнең ниндидер этәрик буларга тиеш бит инде аңа. Тыныч кына мин хисапчы һөнәрем буенча. Тыныч кына эшләп ятканда мин кыскартуга эләктем бит. Авыл җирендә кыскартуга эләккән кешене үзегез беләсез инде, аның нинди борчулы икәнен. Тик торганнан кыскарттылар мин утырган штабны. Ул бит сезгә кисү түгел, озын күлмәк штабны. Кеше өмете дә монда киселә тамырыннан. Мин түгел, башка кадрлар китергә тиеш булган. Соң сез нәрсә эшләдегез? Нәрсә майтардыгыз дим. Мине бит сез кешелектән сызып ташладыгыз дим. Бу гаделсезлеккә үзем нокта куярга булдым. Кинәт кенә үземдә мин шагыйрә хисе тойдым. Тукта дим, шигырь языйм. Түгелләр моңзарымда шагыйрьләрне кыскартырга юк димәм бер законда. Тик яхшы белән халыктан тора шагыйрь гомере. Кергәндә дә халык суга шагыйрь дигән мөхөрне. Әгәр мине уйласагыз, кыскартырга шагыйрьдән һич үпкәләмәм халыкка. Үч алырмын шигыремнән дип язып куйдым да.
Күні шиғыр язам да. Шул бір китап болып жиылған біттігі шиғырлар. Түн жұқламайым, шул хатлы менім, нешке шул хатлы кемсінген мен енді. Шулай еттіріп, оларға қазір рахметлі мен, мені шулай еттіп шоғыр еттілер бейді. Ondan ikinci kitabım Күңел sondağı. Gel Күңелден шыққан қадыр енді гел Күңел сөзі менің біле келген әшейінде ол Күңел sondağı деп атала. Аннары Күңелім дұғалары, мені әйтен біткіл Күңелім дұғалары. Аннары Төз Йөрәгем төз деген китап. Бұл проза. Бұл прозаны язырға бір туған опамның ғибретli ошы yazmışı мәжбүр етті. Бір кеш отырып, шушы китапны яздым. Бітті ауырын китапны оқуы, кіші башымнан нелергені ұзмай. Олдаған шегітке ұтқапмай дегенде нешек төзгендір. Шушы китапта Төз Йөрәгем төзде опаның бүтін көргенлері. Біргене yoğulғанда yok bu kitapta. Benim жизнем, Мензелені кейі. Benim opa Мензеле педагогия училищесінде оқыды. И шул хынәрі аның ғымыр бойына ярап қойды енді. Екінші апа турындағызда бұл китап автор тұғыр. И шул Рәмзи апам ғымыр бойы детсатта тәрбиеші, она мүдір болып ұшлады ғымыр бойы. Шул Мензеле педагогия училищесін бітіріп. Мензеле педагогия училищесі бик күшілік тұғын. Ол институт бітіруге дейін. Онда гармонға ойнарға да үйренеттілер. Онда нәрсеге үйретмелер. Шундый күшлі специалистлар шығара бейді ол. Шулда оқығанда автобусға отырдым дейдім сұңтыра нәрсекеге. Үштен оқшасы болмаған енді мұның. Қазір бір оби маңа мә берем деп үштен төлеген маңа. Еллар өткеш шул Мензеле шушы изгі көңілі кіші. Ұлы опама біздің жизне болды. Бір заманны қараса, шул үштен төлеген обай, опаның ері жизнебіз болды. Міне тұрмыштан ешек. Машарлығы ішлесе деген ол, міне келіп қобырыйы. Мұндай езгілік ішлеп, ол біздің шулай жизнебіз болды. Міне тұрмышта. Йоқшылық бар бір жерде ятмай, достарым. Шиғырлерде деген, бір күні елдегі өзділікке деген bir taraf kalalım mıyım? Nersegine bulsa dağın şiir yazıp koyam. Hazır bir neçe şiirimi okup ötem, o vakit arasında kopamışım. İşkineden 5. bala ben gailede. Sukar idi edeyim, gözleri görmeydi. Men özüm üçke belki yine bala sukar edeyim jiteklep baram. Көңілімде сұрау, неге менің әдігіне көрмей, başkalarına әділері жiteклеп қайта. Мына шул турда көңіл көзі деген шиғыр жазған едім. Аңа Ирина Сәхметов музыка yazdı, күй yazdı. Көңіл көзі деген жыр, көңіл радиосына бик яшы яңғырай. Bir nәни қыз орам бойлап атлай. Бошын осқа егем ұялып. Жетеклеген нәни қолы білән соқыр әтисінің қолларын. Bir қолында жансыз таяқ болса, екіншісі жанлы қыз бала. Құршақ кебек нәни қолдыранып, жерге тәуге адымнар сала. Әне, иптәшләре бар да ойнай, әтиләре қойта жетекләп. Нәни көңілінде уй бураны, минем әти көрмесің нешләп. Күрсәйді нәни төпшік қыздан, матыр күлбәгімні, бантымны. Көрме қаласың бит әтікәйім, күбәләктәй матор шағымны. Bir нәни қыз урам бойлап атлай. Жетеклеген соқыр әтесін, көзлерінен яшьләр болып тама. Көңіліндегі хисләр тәлгәші. Әтесіне бір күн бұлай дейді. Әти, минем көзім икәу бит. Әйдә берсен сиңа берейм әле. Bir көз белән дә мин күрәм бит. Әтисенең күрми интеккәнен, жаны аша барган үткәреп, әтиседәй күңеле белән күрә, һәр нәрсәне күрә үтәли. Яхшылыкны күрә, яманлыкны, әтисенең тоя кулларын, шул куллар бит аңа юл күрсәткән, ә ул йөргән никтер уялып. Кичер мине әти соң булса да,
Көзден көрген ерақтан, бармакларын сайын көзлер қойып, сені Құдай айырып яратқан. Қызықлары да бар. Әлі нешледік? Өзгердік біз, танып болмай бізні. Шетлештік біз, әлі нешледік? Қопқа ешіклеріңіне түгел, көңіл ешіклерім декледік. Нинди шер бұл, нинди сейір заман, өзі қора кіші шекленір. Ішлер қонан бұлай таба барса, хәтті ауыллар да бекленір. Хайыр кірдем десен қопқа бекле, өлем десен кірер көршің жоқ. Тұрмыш мінесің бұл ойланығыз, шатлық ұртақлашыр кіші жоқ. Қошағында хауа жетмегенде, ошасы келе ешікне, тек біреуде кірмей, шықмай оннан. Қуар уақыт жетті шымшекне. Көмек ялғызлар біз бәғітсіз, сұңға қалмек, ашық қапқаны, көңіллеріне ашық, ешіклеріне күтіп ятмек әжәл ашқанны. Қышлар өрнек бізге, сандуғашлар, шут-шут келіп сайрап яшилер, хәтті жылы яқа кеткенде де, ұяларын деклеп кетмейлер. Бітлер ұсал бұла, еркінлікке нәрсе жетесің, сен шансаң, ол шаныр сеңа, олар ашар қопқа ертесің. Бір ғойледе яшик, тату бұлық, күншіліктен ауыр юзақ yok. Ей татарлар, достлық бізден тұра, өзі бізден тұра озатлық. Кіші бит біз. Ни кеше дип қошқаннарсың біз кішіге. Неше эт бар, неше от бар бір кішіде. Неше йылан, неше аю, неше түлкі, неше сарық, неше доңғыз, неше бөрі. Ни кеше дип қошқаннарсың біз кішіге. Көп ме шешек, көп ме бұлын бір көңілде. Көп ме ұрман, көп ме шешме, көп ме туғай. Истәбі жоқ. Иксіз бұғай, шексіз бұғай. Ни кіші деп қошқаннарсың біз кішіге. Шул сұрауны бердім бүгін көп кішіге. Дұсқа бердім дұшманыма, ештешіме. Кіші болып қалыр үшін нәрсешлерге. Дұстым әйтті. Кіші болып туғына жетмейлі біз кішіге. Маймыл болып қалғаннар бар, бұл-бұл болып ұшқаннар бар. Йылдыз болып атылғаннар, суға батмай қалыққаннар, ялышқаннар, одашқаннар, оттан ортық тырышқаннар. Дұшман сөзі қыры болды, тұрмыш күреш, сен кішіліме, мен кішіліме, кіші етіп саны кіші, шул кішіні. Ештеш әйтті, біз кішілер бір шырнықы, өз ойыбыз, өз жырыбыз, өз зорыбыз, өз қайғыбыз, өз орбабыз, өз кішібіз, бір юнәліш, бір қараш, юғалмабыз, бит кішібіз. Еш ойланам, көңілімді кіл бір сұрау, кіші болып қалу үшін нәрсе керек, үйреккейім жауап берді. Өз-өзіңнен жеңу керек. Кіші бит ол бек күшлі зат, аждахадан да күшлірек, кішіден де дохират зат. Бары бүйік хақ тәғәлә. Тыйылғаннан тыйыл хужам, хиш хақым yok этләшірге. Соң болса да білерсіз. Менің яшәгәнне білмәссіз дә. Менің кеткәнімне сезмәссіз. Яқты йылдыз болып атылырмын, тек ол йылдыз болыр иесіз. Менің сағышларны білмәссіз дә. Юыш мендәрімне күрмәссіз. Яңғыр яушықған шақта тамған яшым, шық тамшысы ғана дейерсіз. Менің ойларымны білмәссіз дә, қияллардан қашқырып күлерсіз. Әмин, ғади генә шешек түгел, соң болса да әлі білерсіз. Шуның бір көпітіңіне нектейм әлі, сұрау беріп сізге. Дуслардың да болар дұшманлары. Оңышыңа ішіп шыққанлары, көңіліңе ұшақ яққанлары, үмітіңні ұтқа отқанлары. Шундай дуслар шыраймы сізге? Дус дегенінде дұшман бейт қазіргі заманда шылай, мені ше көресіз? Шырайындалар қызғанышқа қаршы шырай. Оңыш
Алар сезіле бит инде сразу. Олар синең янынан тезрәк китәргә нитәләр. Анда бит соңыннан әйткән вакыт күрсәтә дигән. Дошманнар шикләшә, вакыт күрсәтә. Иң якыннары, чыннары аның синең янәшәдә кала. Вакыт күрсәтә. Ярадан да вакыт давалый. Дусларны да вакыт үзе сыный, үзе күрсәтә. Шулай бит дуслар. Димәк, шундый хәл белән очрашкансыз, дуслар дигән шигырь туган әймегез? Төрле шигырь туа инде. Ниндиләре генә тумыйн аны. Бер кызыгын укып үтәм әле. Уйыны шыны бергә. Эй син йөрәк ширем, кабалам, башым иянәгем, жан ярам. Башсыз шуаным син, бүстерем. Гастритым, полинефритым, склероз, авитаминоз, тиреоидит, гипертиреоз, неврастениям, цистит запорым, панкреатитым, поносым. Анемиям, аппендицитым, түбән райым һәм геморроем. Парфюмерный салон идем мин, круглосуточный аптека булдым. Синең бүләкләрең бүеркәм, инде ничә еллар тилмерәм. Колагыңа әйтәм даруын, ул син айбалитым бер генәм. Әгәр үпсәң, башым рәтләнә. Кышы булсаң, җан рәхәтләнә. Җырлар өчен күз сирпе җитә, авыр сүзләр әйтсәң, эш китә. Ширле булуыма сөенәм, миңа шиксез гомер бирелгән. Көнгә 1000 тереләм, 1000 үләм. Хатыным ширле үләр бу димә. Башка ерләргә дә бар киңәш. Хатыныгыз әгәр авырса, шифахана юлын таптамагыз. Җан давасы сездә ләбаса. Бик күп җырларда дип әйттек инде. Менә Тукай районы, элек Сарман районы булган Яңа Бүләк Илһам абый Шакировның авылыннан безгә менә кунаклар килде. Олар Яңа Бүләк авылының мәдәният хезмәткәрләре. Менә Нәзир Гыймазетдиновны сәхнәгә чакырыйк алар. Әйдәгез, алкышлар белән. Безнең районыбызның дуаны Илһам Шакиров авылдан лаеклы рәвештә исемен йөртәләр. Шул хәтле менә ирле хатынны эшлиләр алар. Шул хәтле матур күркәм эш алып баралар. Рәхмәт сезгә. Килүегез өчен. Рәхмәт. Зинапа, үзеңә дә бик зур рәхмәт. Шушындый матур җырлар тудырган өчен. Исәнлек, саулык сиңа. Рәхмәт. Дуслар, Тукай районы гимн авторы, авторы да, сүз авторы да үзем. Шушы җыр башлангач, районның главасына хәтле сикереп тора. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Бөек Тукай исмен аклап, яши балкып күрләр яулап, кыргаяны дәверләрдә туган телем күңелләрдә. Тукай исме бөек исем.
Алкышларыгызга да. Rezine papası шығып та кеткен ол жаған біреуі олар ертерек келгендер еді
Шын күңелдән рәхмәтебезне җиткерәбез Тукай районы